Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең дәмді, оңай жасалатын борщ тағамын көрсетемін. Менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бізге капуста, картоп, сәбіз, қызылша, пияз, укроп, петрушка, лавр жапырағы, қара бұрыш, тұз және томат керек. Мына бірінші кезекте кастрөлге салқын суымызды құйып, етімізді жақсылап жуып, салып, қайнатамыз. Мен бұл жерде жылқының еті мен сиырдың етін пайдаландым. Сіздер үйлеріңіздегі бар етті пайдалана беріңіздер. Қойдың етінен де дәмді шығады. Міне ет салынған суымыз қайнады. Бетіндегі көбігін алып, 2 сағатқа ет піскенше қайнатып аламыз. Содан кейін мына етіміз пісеміз дегенше қалған көкөністерімізді турап дайындап қоямыз.
ары қарай менімен бірге жасаңыздар.